Сәлеметсізбі құрметті көрермендер, бүгін мен яғни Нура KZ өзінің кезекті видеоларын бастайды. Ал бастайық достар, бүгін біз Титаникті салуға тырысып жатырмыз. Егер Титаник күшті болса лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Осы Титаник арқылы не істеп кетуі мүмкін. Себебі мен Титаникті барымсам не жасаймын деп отырмын. Кейбіреулер өтірік кемересі салады. Бұл Титаник, кім айтады? Достар, Дико KZ, Али KZ, оның достарым, Али KZ тіпті подписывайтесь, қандай подписчик? Әйтеуір кеме күшті болсын. Ал достар, бастап жатыр. Видеоларым. Титаник дедім оған, егер үлгермей қалсақ, келесі жолы сөзім оған. Бүгінгі астын жасаймыз. Астын жасаймыз. Оны бір құдай біледі. Başlar. Сіздерге азғантаяқ мәлімет беріп кетейін. Титаник кемесі Ирландиядан құрастырылған. Ол 1911 жылы суға түсірілген. 1912 жылы қолданысқа берілген. Ойлаңыздар, бір жыл бойы сонда суға түсіріліп, 12 жылы неде берілген қолдануға. Достар, бұл кеменің палубасында 30-дан астам кеме болған, қайық болған екен. Бірақ та ол жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өте жеткіліксіз болған екен. Титаниктің ұзындығы 275 метр екен. Оның салмағы 446 мың тонна екен. Ол 1912 жылы 10 сәуірде Нью-Йоркке бағытталған. Әйгілі ақш пен Ұлыбританияның туын желбілеп шыққан әйгілі кеме. Бұл кеме махаббатқа толы болған екен. Бұл өкінішке орай 1912 жылы 15 сәуірде мұзтауға соғылып батып кеткен екен. Бірақ ғалымдардың айтуынша ол мұзтау ғана емес, оның батуына себеп дейді. Сонымен бұл кеме әсем әрі жолаушыларға барлық жағдай жасалған әдемі кеме болған екен достар. Титаник жайлы алдын білдірейік. Бұның ішінде өлген 1500 адам. Олар атылатын күнді қатып қойған кейбіреулер. Бұл Титаник ішінде миллионерлер болған, миллионерлер. Олар өте ақшасы көп болған. Титаниктің асты қызыл болған ғой. Солай достар. Әйгілі кеме екен. Бұл жолаушыларды қамтамасыз ету үшін. Бұл 2 сағаттың ішінде батқан кеме.
Бірақ та бұл кеменің ішіне көп адам сыймаған. Бұл қайыққа отыру үшін көп адам бір-бірін итеріп суға итеріп жіберген екен. Суға түскендері кәдімгідей сол су бетінде қалып қойып қатып өлген екен. Ал қайыққа құтқарылғандары бір кемелер алып кеткен екен оларды. Туралы Google'да оқуға болады. Оның 8 метр екен. Достар, ойлаңыздаршы, мегалодонның жартысы екен. Сонда ұзын болған екен бұл кеме. Бұл кеменің ішінде рестораны, әлден жатын бөлмесі болған. Қазірде бұдан да күшті кемелер салып жатыр. Бірақ бұл тарихта ең ірі кеме болған екен. Бұдан басқа Луситания, Британик деген кемелер де болған. Ол кемелер қазір жоқ. Олар да дәл Титаник секілді батып кеткен көрінеді. Титаник секілді батып кеткен. Достар, енді мен қара блоктан осы қара бетоннан кейін қоятын шығармын. Достар, сосын екінші бөлімінде кемемізді аяқтауға тырысамыз. Достар, мен уақыт шектеулі. Осыны қара бетонда қой аяқтаймын. Әрине, Титаник кемесін сәтті шығаруға тырысатын боламын. Bu keminin әйгілі палубасында 30 құтқару, 30-дан астам құтқарушысы тартылған. Әрине көп кеме қайғы, бірақ та оның бәрі қамтамасыз. Негізінен Титаник кемесіне 2200 адам сыймайды. Сияқтысының болған. Бұдан да көп адам сыймайды. Оның билеттерін отырған жоқ. Бірақ бүгін құтқарылғандар. Бұда ресторан бар екен. Ал достар, сонымен мен Титаник кемесінің қабырғаларын жасап болдым. Енді үстін жоқ бөлмелерін, жату
керек. Сау болыңыздар, құрметті көрермендер.